Сәлеметсіңдер ме 3-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы бақылау диктанты. Диктанттың тақырыбы туған жерім. 117-ші сабақ. Оқу мақсаты оқушылардың дыбысты есту қабілеттерін тексеру. Оқушыларды сөздерді сауатты әрі әдемі жазуға үйрету, білімдерін тексеру, қатемен жұмыс жасату, оқушылардың сөздік қорын арттыру, дыбыстарды ажырату дағдысын қалыптастыру, тыныс белгілерін дұрыс қоя білуге машықтандыру. Оқушыны қатесіз жазуға дағдыландырудың негізгі жұмысы диктант. Диктанттар өтілген тақырыпқа ережеге қарай таңдап алынады. Оқушының білімі сыналады, қандай ережені білмейтіндігі байқалады. Мысалы, ережелерді жете білмегендіктен тыныс белгілерін дұрыс қоя білмейді. Ал тыныс белгісі дұрыс орындалмаған сөйлемнің мәні де дәл анық түсіну қиын. Тыныс белгілері сұрақ белгісі, леп белгісі, үтір, нүкте, сызықша, тырнақша, жақша. Яғни балалар, осының бәрін біз есімізде сақтауымыз керек. Диктант тақырыбы туған жерім. Балалар, мен мәтінді мұқият оқимын, сендер тыңдаңдар. Туған жерім, 29 сөз. Менің туған жерім Қазақстан. Елімнің табиғаты көркем. Мұнда түрлі өсімдіктер, жануарлар, өзендер бар. Ең үлкен көл Балқаш. Ол ғажайып көл. Таудан мөлдір бұлақтар ағады. Қазақстанда көптеген демалыс орындары бар. Балалар, диктантты тыңдап болсақ, бізге таныс емес қиын сөздер бар ма? Ендеше балалар, диктантты ата-анамызбен бірге отырып жазамыз. Тыныс белгілеріне назар аударамыз, ережелерді қайталаймыз. Тапсырма: мәтіннен сын есімді тауып, астын сыз, қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Үйге тапсырма: ережелерді қайталап жаттап келеміз.